Birinci mesele, sen kimge bersen oğan ber, cevap berдің ғой. Болды, senin күмәндан ба, oğlum қалай болды, мен дұрыс адамға бердім ба, дұрыс адамға бере алмадым ба деп күмәндан ба. Болды, Алланың алдында жаңа берген садақаң мына екеуінен өтсе болды. Бірінші Құран сүннетке сай қылып бердің, екіншісі Құдай үшін бердің оны. Мен бүгінгі дәрісімде қатысты қылып айтайын. Болды, сен ұмыт ол нәрсені. Екінші мәселе, сен айтқандай, көріп тұрмын енді арақ ішіп алған адам тағы да ішкісі кеп тұрған адам екен көріп тұрмын деп тұрсың. Бірақ тамаққа деп сұрайды деп жатсың ғой. Дәрі-дәрмек әперші, тамақ әперші десе, онда бару керек те жүр де керек. Барып асханаға кіргізіп, қолына менюді беру керек. Не жегің келеді? Сен заказды бер, мен төлеймін кассаға қазір. Не жегің келеді? Давай заказ бер. Или дәрі керек па? Кеттік аптекаға. Өткен сен айтқандай көріп тұрсың ғой, сен айтып жатсың, ішіп алған, тағы ішетіндігі мен біліп тұрмын деп тұрсың ғой енді сен. Кухняға бір кіргіз, аптекаға бір кіріп шығар, тағы да не ет деп. Солай уақыт болса, солай жүрсеңдер болады. Мен уақытым жоғын десе, бер де кете бер. Болды, ол қайда қолданылады, сен жауап бермейсің ол нәрсеге. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, біреулер көшеде жаңағыдай кәсіп қылып алған болса деп жатсыңдар ғой. Негізінде Алла Құранда айтады, негізінде мұқтаж адамдар, мұқтаж болған адамдар, сендерге келіп қол жайып сұрамайды дейді. Сендер олар іздеп табасыңдар деп айтқан. Мен кеше дәрісті естісеңіздер ме? Омардың хаттап туралы айттым ғой кеше. Мәдинада ол кісі аралап жүрген кезде кімге кезіп қалды? Иә? Ана екі баласы жылап, ана қазанды бүйтіп айналдырып отыр ғой. Кімсің деген кезде айтты, мен жесірім деді. Мына екі жетім бала. Анау не деді? Әйтеуір сол қазір міне пісіп қалады, пісейін деп қалды. Сәл шыдаңдар деп балалар күте беріп ұйықтап қалады күнеге деді. Ол не деп айтты? Сен барып айтпайсың ба басшы халифаға деді ғой. Ол не деп айтты? Неге ол біз өзі іздеп таппайды деді. Мен бармаймын ешқашан алдына деді. Алла Құранда соны айтқан. Шын мұқтаж адамдар сендерді мазалап сұрамайды дейді. Бірақ олардың жүздерінде сайжен белгілері болады деген. Алла же. Ондай мұқтаж адамдарды сендер өздеріңіз іздеп табасыңдар деген. Сол аятқа амал істегіңіз келсе, онда адамдар бар. Кәдімгідей қылып бергіңіз келсе, өткендегі бойынша ғибрат қылып берсеңіз, де тамаша болар еді. Мен өткен дәрісте айттым ғой. Өзің бар бере бермей, кіммен бара дедім өз жерге? Бала шағаның бәрін сап ал машинеге, продукттың бәрін багажға салып ал да, отбасыңмен бар сол үшін үйін іздеп барыңдар. Сөйтіп ана продукттың бәрін әйеліңе бергіздір ананың қолына. Ойыншықтарды балаңа бергіз деп айттым ғой өткенде. Сол берген қайырымдылығың керемет сауап болсын. Жаңа айтқанда екеуіне сай келсін, шариғатқа сай, және Алла разы үшін болсын. Және сөйерден отбасыңа да көп ғибратты тәубасына келтіретін сабақ алып қайтасың үйіңе. Бұл сабақ әйеліңе біразға жетеді. Біразға жетеді. Балаң да тәубасына келіп қалады. Ана ойыншық керек емес, мынау керек деген әңгіме айта алмай қалады сенің балаң. Айтып алса есіне салып қаласың. Балам есіңде ғой, өткенде анау. Сол үшін бұл өмір деген солай балам. Бірде бұлай болады, бірде бұлай болады. Қандай нәрсе болса да біз Аллаға шүкір деп айтуымыз керек. Балам деген кезде бала түсініп отырады сені. Не айтып жатқан?